Сәлем табиғат сүйгіштер. Біз бүгін жүзім ұлуларының үйін тазартатын боламыз. Және үйін кішкене өзгертіп көреміз. Маған осының алдындағы видеода бір бала ұлулар топырақты жақсы көреді деп жазған. Өйткені олар топырақтың астында қазылып қанды жақсы көреді. Және де алдындағы видеоға комментарий жазған адамдарға рахмет. Оларға құмның арасында тығылған ұнаған сияқты. Өйткені олар енді мына үстіне мініп кете бермейді. Олар бізге сыйлық жасапты. Рахмет. Енді біз олардың орындарын көшірейік. Сәлем виноградина. Виноградина үшін лайк қойыңдар. Енді оларды мына тұсқа көшіреміз. Енді мына капусталарды сушилкаға қоямыз. Мына қалған топырақ. Оған тағы да топырақ қосамыз. Енді оны жаямыз. Енді олар жайып болғасын. Мына капусталарды топырақтан сүртеміз. Ал енді бұның ішін әдемілейміз. Бұл да жақсырақ болып қалды. Біз кішкене шіріген шөптер алып келдік. Оларды бір жерге үйіп, нағыз табиғат сияқты алдырып қоямыз. Ал енді біз ұлуларды жуындырамыз. Сосын оған жайлап су құямыз. Су құйған соң бірінші оның қалбыршағын жуамыз. Сосын оларды былай шалқасынан қойып, ішін жууға болмайды. Бір ұлу дайын болды. Мынау сияқты ұзақ жуу келмейді, сондықтан осылай істейміз. Олар өлмейді. Міне. Енді керемет суын төгеміз. Міне олар төгіп келдік. Енді оларды бір-бірден сүртеміз. Ұлуларды жуып тұру керек, бірақ күнде емес. Әр 7 сайын, 2 7 сайын жуып тұру керек. Олар жуынбаса ауырып қалуы мүмкін, немесе басқа заттар болады. Болды, міне олардың үйін тазарттық. Енді оларды бояймыз.
Bir қызықты факт: ұлулар қозғалғанда олардың іштерінде бір қара сызықтар қозғалады. Бұны мен өзім бірінші алып келген күнінде байқадым.